оқушылар. Бүгінгі мінекей жаңағы таңғы ас, таңғы денсаулық асын бірге жасаймыз атты мастер классымызға қош келдіңіздер. Бұл мастер класс балалар бастауыш сыныптардың 10 күндік аясында жүріп жатыр. Қазір бізге сыныбымызда мастер классты көрсететін Рахим және Рахимнің анасы Жаңагүл апайымыз. Сіздерге сөз беріледі. Жақсы, сөз сіздерде. Саламатсыздар ма балалар? Таңғы ас ең біріншінде адам денсаулығына пайдалы. Сол үшін бүгінгі таңғы асты бірге дайындап жіберейік. Бізге ол үшін лаваш керек. Неке өзім дайындап алдым. Жұмыртқа керек, кішкене тұз керек, колбаса, сырымыз керек. Оны табанның асты күйіп кетпеу үшін май саламыз. Енді біз бастайық. Бірінші жұмыртқаны қазір жарып алайық. Кішкене тұз салып араластырамыз. Енді табаға май саламыз. Табаға май саламыз. Сәл қыссын. Оған дейін біз теркумен сырды дайындап аламыз. Ала қызам дегенше дейін теркуге сырды өткізіп аламыз. Сіздер дайындамасаңыздар, колбасаны, шұжықты турап қойсаңыздар болады. Қазір енді жұмыртқаны құямыз. Жұмыртқамызды құямыз. Оның бетіне лаваш саламыз. Бетін жоқ қоя тұрамыз 1 минут. Қазір неғысының өздері. Оған дейін сіздер қолдарыңыз бос болса, жаңағы колбасаңызды тураңыздар, сырларыңызды өткізіп қойыңыздар. Қазір сәл минуттан кейін шамалы жұмыртқамыз піссін. Содан кейін барып, бетін әрі қарай жалғастырамыз. Апай, өзіңіз бірдеңе дей тұрасыз ба, шамалы неғысын жұмыртқа? Балалар, мінекей, сіздер де қарап, алдарыңызда жаңағы дайындаған, әзірлеген ас қамы болса, бірге жасап отыруларыңызға болады. Ал жоқ болса, қарап мұқият, сонан өздеріңіз кейін үйде ата-аналарына көрсетіп, көрген үлгілеріңізді қайталап жасауға болады. Мен ойлаймын, өте дәмді ас болады деп, мінекей, рахмет. Жаңагүл апайымыз бізге келісіп, ортамызда сіздерге үлкен бір ас мәзірін даярлап отырмын. Әрине, таңғы ас әрі жеңіл болу керек, әрі дәмді болу керек. Сіздер білесіздер,
біз анау көшеден кез келген бізге дәмді арды сатып алмауымыз керек, тек үйден қолдан өзіміз әдемілеп, жаңағы дәмділеп пісірген тағамдарды ғана жеулеріңіз керек. Бұл сіздердің денсаулықтарыңызға да жаңағы тиер пайдасы көп. Сіздер білесіздер. Жұмыртқамыз дайын болды. Енді бетіне сыр саламыз. Мұқият тыңдап отырыңыздар. Тамаша, мінекей. Жақсы, рахмет. Бетіне сыр саламыз. Одан кейін жаңағы шұжық саламыз. Колбасаны саламыз. Былайынан аударамыз. Сәл қоя тұрамыз енді. Сәл қоя тұрамыз. Енді арасында сыры еру керек. Өздеріңіз білесіздер, сырдың жақсы еріп, жегенді 1-2 минут қой. Қатысып отырған балалар үлгі алып отыр, иә. Қайталап жасай алады деп ойлаймын. Жақсы, жалғастыра беріңіз, Жаңагүл апай. Астында сыры еріп, көрсетші. Сыры еріп, таңғы ас уже дайын болды. Таңғы ас дайын болды. Іші сыры еріп, таңғы ас дайын болды. Осымен болды, апай, біздің таңғы асымыз. Әрі тез, әрі дәмді. Апай, болды бізде.